Ресей монархы Петр I қорқынышты ақымақ император болды. Идиот және надан. Петр I барлық әрекеттері ақымақтықтан мүлде ақымақтыққа дейін. Ресей тарихын жазған әдебиетшілер Петрді реформатор геройға айналдырды. Сатушы әдебиетшілердің өткеннің басқа нұсқасын ойлап табу міндеті болды. Олар көптеген таңғажайып ақымақтықтарды ойлап тапты. Мысалы, күнтізбе реформасы. Бұрын Ресей әлемнің жаратылуынан бастап күнтізбемен өмір сүрген деп есептеледі. Петр I бұл күнтізбені жойды. 7208 жыл жаратылысынан Христостың Рождествосына 1700 жыл болды. Ресейлік және кеңестік тарихшылар бұл артта қалған Ресейді модернизациялаудағы үлкен қадам болды дейді. Петр осындай әрекетпен жетекші еуропалық елдермен күнтізбелерді синхрондады және біртұтас күнтізбелік кеңістік құрды. Сауда, өндіріс, дипломатия, біліммен айналысуға ыңғайлы. Петр I Ресейді жоғары дамыған еуропалықтармен бір деңгейге қойды деп мәлімделуде. Өте әдемі естіледі. Дегенмен мұндай ақымақтықты тек надан немесе алдаушылар жазалады, яғни тарихшылар. Ресми фактілерге назар аударайық. Бұрын Европа Юлиан күнтізбесімен өмір сүрді. Бірақ Юлиан күнтізбесінің дәл емес екені анықталды. Юлиан күнтізбесіндегі жыл ұзақтығы шын мәнінде 11 минутқа ұзақ. Дегенмен қателік өте аз болса да, 128 жыл ішінде Юлиан күнтізбесі бір тәулікке артта қалады. Сондықтан 16 ғасырда дәлірек күнтізбе қабылданды. Оны Рим папасы Григорийдің құрметіне Григориандық деп атады. Сол кезде Еуропаның саяси картасы басқаша болды. Бірақ мен қазіргі аймақтарды атаймын сізге түсінікті болу үшін. Римдік шіркеу басшысының нұсқауымен Еуропаның католиктік мемлекеттері жаңа Григориандық күнтізбеге көшті. Бұл Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша, ішінара Германия және Нидерланды. Католиктер болашақ Ресей императорының дүниеге келуінен әлдеқайда бұрын жаңа күнтізбе нұсқасына көшті. 1700 жылы протестанттық Еуропа елдері Юлиан күнтізбесінен бас тартып, Григориан күнтізбесін қабылдады. Атап айтқанда, Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Швейцария. Мен қазіргі география бойынша аймақтарды атаймын. Бірақ Ресейде ақымақ Петр I ескірген Юлиан күнтізбесін енгізеді. Одан барлық дамыған Еуропа елдері бас тартты. Бұл елдер Петр I-ның үлгісі болды. Ол оларға қарап артта қалған Ресейді реформалау үшін оларды үлгі ретінде алды. Тарихшылар осылай дейді. Бірақ Петрдің күнтізбелік реформасы еуропалықтармен біртұтас күнтізбелік кеңістік құрмады, қатынастарды жақсартпады. Өйткені даталар бәрібір әртүрлі болып шықты. Еуропа Григориан күнтізбесімен, Ресей Юлиан күнтізбесімен өмір сүрді. 18 ғасырдың басында күнтізбелер арасындағы айырмашылық 11 күнді құрады. Күнтізбені өзгерту өте күрделі іс-шара. Үлкен көлемдегі құжаттаманы қайта жасау қажет. Барлық азаматтарды жаңа тәртіппе үйрету керек. Бұл қиын, бұл қымбат, бұл ауыр, бұл қоғамдық механизмдердің жұмысын ұзақ уақытқа бұзады. Егер күнтізбелік реформаны жасау қажет болса, ең жақсы, ең дәл, ең жаңа күнтізбені Григориан күнтізбесін алу керек. Мұндай ірі қоғамдық өзгерістер, мысалы күнтізбе реформасы, өте ұзақ уақыт бойы дайындалады. Алдымен реформадан кейін және оның барысында туындайтын қиындықтар мен шығындарға тұрарлық па, жоқ па, ұзақ талқылайды. Әрдайым жақтаушылар болады, әрдайым қарсыластар болады. Содан кейін болашақ реформа туралы алдын ала барлық халыққа хабарланады, дайындалуға уақыт болу үшін. Петр I Еуропаның жартысы жаңа Григориан күнтізбесімен өмір сүріп жатқанын білмей қалуы мүмкін емес еді. Ал екінші жартысы оған көшуге дайындалып жатыр. Бірақ олы ресейлік реформатор ескірген Юлиан күнтізбесін таңдады. Календарларды Ресей тек Греция, Болгария, Румыния, Сербиямен ғана теңестіре алды. Олар Григориан күнтізбесіне өтпеді. Тарих бұл мемлекеттерді сол уақытта Европаның жетекші елдері деп есептемейді. Одан бөлек бұл аумақтар Осман империясының құрамында болды. 1700 жылы Ұлыбритания Юлиан күнтізбесін енгізбеді, бірақ 18 ғасырдың ортасында оны енгізді. Россия Григориан күнтізбесіне тек 20 ғасырдың басында өтті. Өте қатыгез революциядан кейін. Ресейде күнтізбенің өзгеруінің тарихи факты тарихшылардың түсіндірулерімен мүлдем сәйкес келмейді. Бұл жиі кездеседі. Өйткені тарихты өтірікшілер ойлап тапқан. Не болмаса Петр I Ресей империясының басшылығымен және академиялар мен университеттердің ғалымдарымен бірге өте ақымақ болды. Есіңізде болсын, барлық министрлер, барлық басқарушылар, барлық ғалымдар ақымақтар. Жынды императордың басшылығымен. Олар не істеп жатқанын түсінбеді және ескірген күнтізбені алды. Осылайша ресми тарихтан шығады. Бірақ егер Ресейдің басшылары тарихшылар көрсеткендей ақымақ болмаса, онда өткенде мүлде басқа жағдай болған. Басқа мемлекеттік және саяси бөліс. Мұнда жасыратын нәрсе бар.
Тарихшылар әрдайым саясаткерлерге қызмет етеді және өткенді қазіргі биліктің тапсырысымен қайта жазады. Өте қызықты тақырып, келсек жалғастырайық.